Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala istеп жатқан барлық жақсы амалдарымызды қабыл етсін, біліп білмей істеген бүкіл күнәларымызды өзі кешірген болсын. Қадірлі жамағат, бүгінгі біздің тақырыбымыз мұсылман адамның басына келген бәле жалаларда, күтпеген апаттарда, жер сілкінісінде, су тасқындарында не істеу керек, не істемеу керек, неге өте көп мән беру керек, неге мән бермеу керек деген тақырыптар бойынша ғұламаларымыздың сызып өткен 10 осы жерде заңы бар. Сол 10 заңға бағынатын болсақ егер, иншалла біз бүкіл бәле жаладан, күтпеген апаттардан қиыншылықсыз оңай жолмен құтылып шығып, иншалла жәннаттық болады екенбіз. Бесінші амал, осындай уақыттарда, пәле жала келген уақыттарда халықты үрейлендіретін, қорқытатын, бос, яғни ғайбаттардан ұзақ тұру керек. Бұған арабтар шаия дейді. Шаия дегені біз не? Өзінің саласы болмаған, өзінің білмейтін бір мамандығы бойынша халықты үрейлендіретін, қорқытатын бір мағлұматты жай жіберу. Бұл шаия деп айтылады. Яғни бос әңгіме. Бұны айтқанда бұл әңгімеге сенгенде күнәһар болып қалады. Себебі ол кісінің негізгі мақсаты халыққа пайдалы нәрсе беру емес, зиянды көбейту. Пайғамбарымызға сахабалардан біреуі келіп, Алланың елшісі, мұсылман адам қандай болу керек деген уақытта, мұсылман адам тілімен де, қолымен де ешкімге зиян келтірмеген адам дейді. Яғни шаиядан ұзақ тұрмаған адам мұсылманның негізгі сипаттарын тасмаған болып есептелінеді. Мұсылманның негізгі сипатын тасия білуіміз үшін біз шаиядан ұзақ тұруымыз керек. Яғни бос әңгіме, халықты үрейлендіретін, халықты қорқытатын бүкіл әңгімелерден ұзақ тұруымыз керек. Бұл бізге пайда емес, зиян болып есептелінеді.